Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздермен қолдың сарымайын үй жағдайында қалай пісіп аламыз, яғни көбісіз қалай пісіп алуға болады. Менде 1 литр сүт, осы ашыған айран бар үйде. Негізі кез келген үйде тұрып қалған айран болсын, ашыған сүт болсын, қолдануға болады. Міне айранымызды, сүтімізді жартысын қоямыз, өйткені мен миксерімнің көлемі кішкентай болғандықтан ол қазір біз көпірткенде шашырайды. Мұздай су құйып жібереміз, қыздар. Сұйықтығына байланысты біздің массамыз шалап сияқты болу керек қой. Егер құр айраннан пісетін болсаңыздар, суды көптеу құясыздар. Біздің количествомыз, яғни судың мөлшері тура шалап сияқты. Қараңыздаршы, видеода шалап сияқты болып тұр. Осылай көпіре бастайды. Осы көпіргендеріміз біздің май болып айналады, сары түске айналады. Тағы да май болғанша миксерлейтін боламыз. Егер миксерлеріңіз болмаса, қарапайым бақылашкантты қолдансаңыздар болады. Ара ішіне құйып, шайқап тұрып, осылай май пісіп алуға болады. Енді осының бәрін қолмен сүзіп аламыз, қыздар. Бұл жерде перчатка жарамайды, барлығы қолмен істелінеді. Жан-жағын майын бәрін алып, қалған мына біздің суымызды, яғни қалған сүттерімізді біз піскен айран қылып, жаңағыдай құрт қылып алуға болады. Менде үйде осындай тағы да піскен сүт бар екен, соны қосып, жаңа қалған айранды қостым да, тағы да кішкене май шығарып алдым. Су міндетті түрде құямыз. Мен бұл жерде кәдімгі дүкеннен сүтті айранды алдым. Негізі домашний қолдансаңыздар май көптеу түседі. Өйткені мен магазиннен алғандықтан бұның уже майын бәрін алып қойған. Сол себепті де менде аз май шықты. Міне осы майды да біз қазір қолмен бірінші алғандай тура сол көлемде алып алатын боламыз. Міне біз майларымыздың бәрін алып аламыз. Бізде майдан бөлінген сүттерімізді, айрандарымызды біз төк тастамаймыз, өйткені одан құрт жасауға болады. Бір ыдысқа құйып, газге бір ысытып аласыздар. Қатты ысытпайсыздар, қайнатпайсыздар. Ысытқан кезде іртік пайда бола бастайды. Сол кезде газды өшіріп, құртқа арналған қапшыққа құйып, оны іліп қоясыздар. О жағын білетін шығарсыздар. Енді біз сарымайымызды жуып аламыз. Мұздай сумен жуамыз, қыздар. Холодильниктен болса тіпті жақсы. Өйткені бізде айранның дәмі шықпау керек. Сол үшін біз сарымайымызды 3 қайтара жуып алатын боламыз. Тұзды өз көз мөлшерімен саласыздар. Менде осы 1 пиала ғана сарымай шықты. Айттым ғой жаңа. Өйткені менде магазинский дайын уже майларын бәрі алынған сүтпен айранды қолдандым деп. Сіздер үйдегі ауылдан көбінесе әкеп тастайды ғой. 5 литр бақлашкамен, содан қалып кеткен сүт айранмен піссеңіздер болады. Міне мен холодильникке салып алдым жарты сағатқа. Сарымайымыз өте дәмді шықты, қыздар. Сіздер де үйде қалып кеткен сүт айрандарды тастауға асықпаңыздар. Осылай май пісіп құрт жасап алыңыздар. Егер видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Келесіде қандай видео күтесіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде шығаруға тырысатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.